Muzika mektebine 1947 жылы кірдім. Сөйтіп, арасында үзілістер болды. Үзілістерден кейін 1956 жылы Рубап Примадан музыка мектебін бітіріп шықтым. Маған ұстазлар болды. Әуелі скрипкада оқыдым, соңынан фортепианода оқыдым. Ең ақырында Рубап Примада оқып, Рубап Примада бітіріп шықтым 56 жылы. Бірінші мектепте ең дәслеп оқып бітіргендерден Абдурахманов деген бітірген. Ильяс Ибрагимов соңғылықта Өзбекстанға белгілі виолончелист болған Қарақалпақ жігіті. Карамаддин Өтегенов, олам белгілі теоретик болды, историк, теоретик, критик болып, газетлерде мақалалар шықты Қарақалпақ музыка туралы. Мен оның менен бірлікте оқу сабақтарын жаздым. Қарақалпақ халық музыкасы, фольклор, Қарақалпақ музыка, әдебият деген оқулықтарды бірге жаздым. Карамадин Өтегеновпен. Карамадин Өтегенов өз дәуірінде Қарақалпақстан мектеплері Қарақалпақ классларына қосық сабақларын дөретті. Со ең бірінші біткерулерді мінеки 8 адам біткеріп шыққан. Солар Қарақалпақстанда, басқа Өзбекстанда жақсы өз бейнетін сілеп, музыка мәдениетінің рауажлануына үлкен өзлерінің үлестерін қосқан адамдар бұлар. 1946 жылы мектеп байтақтың өзеніне байланысты Оғыз қаласына келеді. 1950 жылы 60 жылға келіп, мектеп жергілікті кәнегелер менен толысып, саз аспаптарының бөлімдері де көбейе бастады. Олардан Әбдірейім Сұлтанов, Тәжин Адамбаев, Камал Меңдібаев, Карамаддин Өтегенов, Құрбанбай Нәмітуллаев, кейін Айымбеков һәм Кеңесбек Абдуллаевтар көптеген шәкіртті даярлап жеткіздірді. Бұл мектепке көп жыл басшылық еткендерден Ялгудин, Шварц, Тен, Мақсет Камал һәм Абадан Сапар олардың минетлері айрықша болды.
tarifleri sayılatı şüphelerini koyup taşıyabiliriz. Özbekistan memleketi boylab o'tkazilgan tanlovlarga qatnashib, laureat bo'lib, sertifikat ham diplomlar olib muvaffaq bo'lgan. Yetirdiği sen jeng olmaz, yaxşı menen jamandı bilseng parhay teng bolmaz. Yaxşı adamda tek bolmaz, yaman adamda tek bolmaz. Келешекте үлкен жырау болуға һәм халқымыздың дастанларын жанлы қылып айтуға Президентimiz есапқа алып, мен осы сыйлыққа лайық деп тапқан екен. Мен әлбетте бұл мақалды келешекте үлкен бақ жаратып, бағдан өзімнің кішкене шәкіртлерді таратып, әлбетте Қарақалпақ аламойнақ дутарын қолға ұстайтын жас қыз жігітлерді жетістіруге өзімнің үлесімді қосып
көркем өнердің раважлану дәрежесінде біздің мектебіміздің орны жүда кіреулі. Себебі, мәселен, Қарақалпақстан Республикасының өзінің балеті, операсы, гимні, оқу орынлары көркем өнер бойынша. Міне соларда істеп атырған көплеген қайраткерлердің көбісі біздің мектебімізде бірінші адымын баслаған. Біздің мектебімізде оқыған балаларға біздер, мәселен, олардың көркем өнерде түсінуін, мәдениетлі болуын, әмде бір қандай да болса бір саз аспабы бойынша бір қанеге болып шығуында біздер бірінші басқыш береміз. Біздің мектебімізде оқушыларымыз дүниежүзілік классикалық музыка һәм өзіміздің милли музыкаларымызбенен солардың дүрданаларыменен танысады. Мәселен, біздің мектебімізге келгенде, бірінші келген уақытларында олар тек өзінің білетіғын саз аспабы бойынша оқиман. Мәселен, күнде көріп жүрген фортепиано, ямаса рубаб, соған оқиман деп келеді. Біздердің тәжірибелі ұстазларымыз оларды сынап көріп, оқығанда қандай қабілеті, қандай таланты бар екендерін сынап көріп, сөйтіп оларға жол жоба беріп, олар келешекте басқа инструментлерде оқып, со келешектегі біздерге кереклі кадрлар болып жетіседі. Всю силу страданий моих в душе твоих стихли бы муки и ропот сомнения затих. Лауреаты первой премии. Инна Новикова, 24 года, Москва. Женисбек Пиязов, 21 год, город Нукус, Узбекистан. Ольга Нефедова, 21 год, Москва. Small
gelişim için bu mektep halkımız arasında akıllı müzik hem korkunç şiirlerin şiirleri severiz.